Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз хafta sonunдағы жаңа тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Бұл бізде 2024 жылғы жаңа сұрақтар. Ендеше кеттік, тестімізді бастайық. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте ала ма? Қызыл жанып тұр бізде. Өте алады, бірақ мен жарқылдау маягі сигналын қосылған болса, дейді. С варианты бізде дұрыс. 2. Сізге рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан асатын жүк автомобилін басқарған кезде тура жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, Рұқсат етіледі. Бұл жол белгісі бізде тұрғын аймақ, аймақта жүру тәртібін белгілейтін қағидалардың талаптары қолданылатын аумақта білдіреді. Ол рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан асатын жүк көліктерінің жүруіне тыйым салмайды. Мына жол белгі. Тұрғын аймақ қой, түсініп тұрған шығарсыздар, 3. Жол қиылысынан өткен кезде қызыл автокөлік жүргізушісі кімге жол береді? Әрине, бірінші жасыл автомобиль, сосын біз өтеміз. Әрине, тек жасыл автомобильге, тек жасыл автокөлікке. Үшінші сұрақ бізде дұрыс. Келесі 4. Егер сіз сол жерде тұрсаңыз, қиылыстан оңға бұрылуға рұқсат етілген бе? Тыйым салынады, Тыйым салынған оңға бұрылуға, өйткені жол белгісін көріп тұрсыздар, мына жерде оңға бұрылуға тыйым салынады белгісі тұр. 5. Сізге жылдамдығы сағатына 40 км аз көлік құралын басқарған кезде шеткі оң жақ жолақтан кетуге рұқсат етіледі ме? С варианты бізде дұрыс деп ойлап едім, бірақ мен барлық аталған жағдайларда рұқсат етіледі екен. Басы бозған кезде, айналып өткен кезде, сол жағына тоқтау үшін, тұрақ үшін барлығына рұқсат етіледі оң жақ полосадан шығуға бізге. Жауабымыз қате болып шықты. 6. Инсульттің негізгі белгілерін атаңыз. Ол бізде бас ми ісігі, инсульт деген. Екі қол бір деңгейде ұстай алмау, бет асимметриясы. Бізде А варианты дұрыс. Жаттап алыңыздар. Медициналық сұрақ. 7. Велосипедтің жүргізушісіне осы жағдайда оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Өрескел қателігі жасады велосипед жүргізушісі. Неге? Өйткені автомобильдердің арасына өтті. Ол бір және де негізі оң жағымен жүру керек қол автомобильдердің. Автомобильдің оң жағымен жүру керек. Болмаса велосипедтерге арналған жолмен жүру керек қой негізі. Ол болмаса, яғни адамдардың жолмен жүреді, яғни тротуармен. Тұтас сары таңба сызығы нені білдіреді? Бұл бізде аялдауға тыйым салынған орынды білдіреді. Жауап дұрыс. Келесі 9. Велосипедтерге жол жиектерімен жүруге рұқсат етілген бе? Егер жаяу жүргіншілердің қозғалысына қауіптілік жасаса, тыйым салынады. Болады негізі. Келесі қар немесе мұз басқан және тік еңістерде жүру кезінде сізге іске қосылған тежегіш жүйесін пайдаланып таптауырмен жүру ұсынылады. Кеңістікте алдында төмен жүрсін. В варианты бізде дұрыс, құрметті достар. Мына оқып алыңыздар өздеріңіз. Мен келесі сұраққа өте беремін. Мында оқып алсаңыздар болады. 11. Тура бағытта қозғалып келе жатқандағы сіздің әрекетіңіз. Бірінші болып өтеміз, өйткені біз басты жолдамыз. Келесі 12. Егер сіз жүру жолағының таңбасы жоқ, екі жақты жүру жолымен жүріп келе жатсаңыз, егер сіз жүру жолағының таңбасы жоқ, екі жақты жүріс бөлігінің еніне ескере отырып, өз жолағымызды таңдаймыз, Жауап дұрыс. Келесі 13. 30 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан қай көлік құралының жүргізушісі ереже бұзуда? Екеуі де бұзуда, Екеуі де бұзуда. Ана жүк автомобилі ананы осып кетсе болады негізі, бірақ мен артынан еріп келе жатыр. 60 км/сағат жылдамдықпен тура жүргенде, сіз шамалы тайғақ жол учаскесіне кенеттен түскенде сізге не істеу керек? Траекторияны және жүру жылдамдығын ауыстырмау қажет. Тормоз басы болмайды тайғақ жолда, өйткені неге біз 360 градус айналып кетеміз, құрметті достар. Даже 480 градус айналып кетуіміз мүмкін. Тормозды басқанда меніңше тормозды баспай, жай газды жіберіп, жай-жайдан
автомобильді тоқтатуға тырысуымыз қажет. 15. Көрсетілген темір жол өтпесін жүріп өту жағдайында жүргізушінің іс-әрекеті қандай? Ана жақ бізде кептеліс болып жатыр. Бізде переза ашық тұр негізі, бірақ біз бармауымыз керек ояқ қарай. Ана автомобильді кеткеннен кейін ғана жүре аламыз. Өткелдің алдында тоқтаймыз, өйткені өзіміздің қауіпсіздігіміз өте маңызды. Мынандай қауіпсіздік болмайды. 16. Жол қозғалыс қатысушыларының қайсысы автомагистраль бойынша жүру ережелерін бұзуда? Так, адамды бұзуда, велосипед жүргізу бұзуда, бәрі бұзуда, в общем. Барлығы бұзды. Барлығы бұзып кетті. Келесі 17.